Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін балды торт пісіретін боламыз. Ең бірінші жұмыртқамызға тұзымызды, қантымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін майымызды және балымызды қосамыз. Енді ұнымызбен ас содасын қосып жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды біркелкі қылдырып араластырып аламыз. Қамырымызды 5 бөлікке бөлсеңіздер болады. Әр бөлігіне 5 ас қасықтан шығады. Қызып тұрған отта 10-15 минуттан пісіріп аламыз. Піскен корждардың шетін кесіп аламыз. Ортасына жағатын кремді өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыз болады. Мен қаймақ пен сгущенка қолдандым. Піскен корждардың шетін ұсақтап аламыз. Енді тортымызды әдемілеп жинаймыз. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Дәмді әрі тез дайындалатын балды тортымыз дайын. Менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар, лайк, комментарий күтемін.